Алматы погодасы. Армысыздар. Бүгін 15 маусым, июнь айы, Жаңаөзен қаласы. Бүгін ақ жауын болып тұр. Дала өте тамаша болып. Жауын жауып, жаңа ғана осы күн ашылып жатыр. Биылғы жыл не болса да жақсы жыл болды ғой. Жақсы жыл болды. Малға да, жанға да деген сияқты. Жауын жауып мынау. Не айтамыз, жаңағы батаменен ер көгереді, жаңбырмен жер көгереді деп айтам ма? Бата енді ол жақсылық ниетте айтылған сөз ғой енді. Жақсылық тілеп біреуге. Кім не тапса да ниетінен табады дейді сол. Жақсылық. Негізі жақсылыққа қарай жүрген жақсы ғой не болса да. Мынау жауын жауып тіпті жақсы болды биыл. Мал азығы жақсы болады дегендей. Күн шығып енді қазір кемпір қосақ көрініп тұр. Ане жоғары жақта, міне жоғары жақта кемпір қосақ міне. Жаңаөзен қаласының ауа райы жайлап сол Алматының погодасына ұқсаңқырап келе жатыр енді. Тез болмағанмен соған не дейді жаңағы бір сөз бар ғой. Ұқсап бақ деген. Бірдеңе болмаса да ұқсап бақ деген. Мынаған тұра қойшы. Жаңағы сөйлей шешем боласың, көре көсем боласың дейді ғой. Айта берсең сөз жүйелене береді. Жолдың мақсаты жету, қыздың мақсаты кету деп, әрқашанда қайда жүрсеңіздер де жолдарыңыз болсын деп тілек тілеп қойын де, жақсылық сөз, жақсылық тілеу дедік па жаңа, не дейді? Жақсылық жайлы айтып аттық қой. Сол, алып қосарларыңыз болса комментарийға жазып отырыңыздар, пікірлеріңіз болса, подписаться басып қойыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, каналға тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Сіздермен мен Ешман Мереке, жақсы күндерде жолыққанша.